баршаңызға. Алматыда қар қайтадан. Кеше ғана спортивкамен мәз болып жүрген желпілді. Енді уже все. Қыс басталды қайтадан. Егер де қайтадан еріп, қайтадан күн жылып кетсе, таң қалмаймын. Ойлап тұрсам да осылай. Енді біз таңғы ас ішетін боламыз. Әдеттегідей шай сүтпен. Ойбай. Мына менің бүгін жасайтын нәрселерім. Мыналардың барлығы монтаждау керек. Кешегі күннің влогын, яғни оны сіздер бүгін көресіздер. Яғни бір күні көресіздер. Мен қазір бір рет түсіріп жатырмын ғой. Муслы торт, бисквит, бұлар мастер-класстікі, обзор, супергин чекмека боксқа, кейін ютубқа саламын. Видео, фото, обработать ету керек товарлардың, которые мен сатып айналысатын ыдыс-аяқтардың. Порционный пирожныйды монтаждау керек бол. Ненікі мастер-класстікі. Видео ютубқа арналып Тиканың видеосын салсам ба деп тұрмын. Бірақ әлі түсірген жоқпын, түсіріп монтаждап салу керек. Түсіру керек видеолар. Және мынау магазиннен алып келу керек заттар. Мынау ватман, клей, краска, бұлар маған фотофонға қажет заттар. Сонымен ал мен енді магазиннен бастаймын. Вот, жасыл шөптер и қар. Күшті. Алматыда сонымен қар. Сіздерге қызық бір оқиға айтып берейін бе? Маған ватман қағаз керек болған. Сөйтіп, бізге жақын жерде кішкентай базар бар. Сол жерге барып ватман қағазын іздедім. Таптым, 150 теңгеден екен. Бірақ қалтамда ақшам жоқ екен, ұмытып кеттім. Ұялғанымда сөйтіп кешіресіз, ақшам шешуді ұмытып кеттім, деп кетіп қалдым. Енді ақша шешуге бара жатырмын. Сіздерде де сондай оқиға болып тұра ма? Мен вообще қалтамда ақша бар екен, жоқ екен, ұмытып кетемін. Өте көп болады менде. Енді сол жүрмін. Ақсай нанның круассандарымен шай ішіп отырмыз. Привет. Шашым страшный тұр ғой. Қарай бер. Да? Ты красотка. Спасибо. Шайдан отказ беріп, шай ішіп отырған қыз. Енді бір ғой, невозможно екен шайдан отказ беріп, қазақ болғаннан кейін. Бірақ күн ба шайдан отказ берген? Бір ғана күн шайдан отказ берді. Қан жемеу үшін. Бүгін және де қараңыздар, менде қандай керемет көйлек, жерге дейін ұзындығы, және де өте жып-жылы. Маған сыйлыққа келді рекламаға. Инстаграмнан фотосын көретін боласыздар. Если что, заказ берсеңіздер болады. Маған ұнады. Біз бір қайырымдылық кешіндеміз. Мұнда мені бір құрбым алып келді. Салтанат. Кто такая Салтанат? Я Шаменова. Ладно, Шаменова. Ура! Жылаған бөтеннің көз жасын жүрекпен қабылдады. Ғажайыптарға құр сеніп отырған жоқ. Өздері ғажайыптар жасауға талпынды. Олардың үміті қайта жанды. Әрекетке берекет беретін Аллаға дұғасы мен шүкірін арнап, нағыз батырларды осылай шыңдады. Батырлардың ата-анасын қарсы алыңыздар. Әзбәрекелді тоғызай 10 күн көтерген мехрататқа бөтенмен ағаңдай ғазиз мейірман қабылар саған қай жылды. Бұл ата-аналар ерекше адамдар. Бұлар күні-түні баласының өміріне жанталасуда. Қазіргі заманда сау баланы, сау адам қоқысқа тастап жатыр. Далаға тастап жатыр, балалар үйіне тапсырып жатыр. Ал бұл ата-аналар, балалары ерекше болса да, ешкімді ешқайда тастамай, сіз бізден кем болмай осыларды өсіріп келе жатыр. Сондықтан бір тұл
қыздармен жиналған кештен үйге келдім. Тамақтанып алдық. Енді мынандай вафельницада, яғни вафли жасап жатырмын. Ай, қазір алатын боламын. Өте керемет. Ертеңгі күнге планер жасап отырмын. Осы торттың видеосын түсірдім. Ол қазір менде морозильникте тұр. Оған бетіне оформление сондай заттары бар, әлі жасау керек. Жұмыстардың барын бітіру керек. Нахиченелі монтаждау керек, видеосы компьютерда болу керек, ертең жасау керек заттар. Бүгін бітірем ба деп едім, бірақ бітіре алмадым. Қазір міне біз жаңа пісірген вафлимен мындай шай ішіп отырмын. Баршаңызға қайырлы түн тіледім. Сәтті ұйықтаңыздар. Мен ертең жасайтын заттарымды толық біліп алып, списогын толық жазып алып, мен де ұйықтауға кірісетін боламын. Баршаңызға қайырлы түн. Баршаңызды жақсы көремін.